Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде өте тойымды әрі оңай салаттың бірі селедка под шубой жасайтын боламыз. Ең алдымен қажетті көкөністерді пісіріп алатын боламыз. Селедка балығын лақтап турап, оның үстіне картошкамызды үккіштен өткізіп аламыз. Картошканың барлығын өткіздік. Енді біз оны тегістеп, жан-жағын жеткізіп жайып шығатын боламыз. Ары қарай үстіне аз ғана тұз себеміз және де майонез қосамыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып отырыңыз. Енді бізде осындай сабызымызды үккіштен өткізетін боламыз. Сабызымызды өткізіп алғаннан кейін, оны да жаңағыдай тегістеп жайып шығамыз да үстіне тұз және де майонез қосамыз. Майонезді жан-жағына жеткілікті қылтып жағып аламыз. Ары қарай енді қызылшаны үккіштен өткізетін боламыз. Қызылшамызды өткізіп алғаннан кейін тегістеп жайып, үстіне тұз сеуіп, бетіне майонез жағып, тегістеп жағып алатын боламыз. Жасалуы өте қарапайым және де күнделікті дастарханға өте дәмді әрі тойымды салаттың бірі. Енді бетіне әдемілікке жұмыртқаның сарысын төгіп қойсаңыз болады. Ас болсын!